Биздин өткен шактарыбыз үчүн Рамазан оразасынын кандай пайдасы бар экен билесизби? Эндеше мына хадиске назар аударыңыз. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен сама Рамадана иманан ва ихтисаба, гуфира лаху ма тақаддама мин замбих." Равахул Бухари ва Муслим. Имам Бухари мен Муслимден жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям былай деген: Кімде-кім Рамазан айында шынайы сеніммен сауабын бір Алладан үміт етіп ораза ұстаса, өткен күнәлары кешіріледі. Алла Тағала баршаларымыздың ұстап жатқан оразаларымызды, оқып жатқан тарауих намаздарымызды қабыл етсін, және өткен күнәлары кешірілген құлдарының қатарынан етсін. Рамазан мүбарак болсын.